бывшийдің жазасы. Там Егоры үй тапсырмасын орындамады. Және жаза ретінде сыныптың алдында тұрады. Фу, оның белдігінде қылышы бар. Топас. Бывшийдің бейбақ екенін бәрі білет. Арам. Break up mother, break up mother, break up mother 遠くても alright 駆け引きよりも限界突破 Break up mother, break up mother 隠してる会心の一撃敵の目されたって何度でもステップバック戦だ酸いも甘いも噛み砕き進め下克上いざここからҚұрметті кешін, ауа жаратушы біздің жерімізді өзің қатысуымен құрметтеді. Бес жылдан кейін біз ақыры антымызды орындай аламыз. Ең мықты, жасақ құрайық. Тезірек шайқасқа шықсақ қой, иә, Коджера? Иә. Сені бір нәрсе мазалап тұр ма? Жоқ. Айтсай, маған өте қызық қой. Саған қалай айтайын, маған енді бәрібір. Неге бәрібір? Көп ойланып, өмір бойы осы қаладан қашып кеткім келгенімді түсіндім. Бірақ мен Буши болуды және ойныларды өлтіруге барайық деген арманды баяғыда ұмытқам. Маған бұрыннан маңызды емес, Буши батыр ма, әлде жоқ па? Қандай ақмақтық? Қылышымызды қосып, құбыжықтарды жақсылап өлтірейік. Тағы да сенің қылышың ба? Оларды неге ұнататынымды түсінбеймін. Коджера. Қысқасы айтайын дегенім, Бушиларға әлде ойнылар қаншылық, маған енді бәрібір. Жақсы. Байқа бірден бәрін түсінесің. Мен не түсінуім керек? Міне ол. Иә. Бұл кешін ба? Ең маңыздысы үшін кішкентай екен. Босынсы ма? Иә, білем. Біткен осы ма? Тез екен. Жоға, әлі аяқталған жоқ. Тіріліп кетті ме? Бұл кешендерді қалай өлтіруге болады? Құрметті кешен! О, мейірімді, біз сізге құрбандыққа келдік. Міне рахаттаныңыз. Оларды осындай нәрсені жеді емес пе? Қыра!
сынды. Өте машонсы қойдыз. Құдіретті мырза. Ұзақ 5 жыл ішінде алғаш рет сіз өзіңіздің шынайы келбетіңізді қабылдадыңыз. Демек Лорайға кешін болғаныма. Соншалықты үлкен екен, тіпті күлкілі де емес. Мұсаши, бізге шегіну керек. Мұсаши! Бізді жеп қояды. Түсінбедім. Оған менің қылышым керек пе? Мейірімді кешін құшпен тамақтанғанын ұтады. Тастай сал қылышынды. Тастай салу? Өзімнің қылышымды? Коджира. Ақымақ. Түсінбеймін, неліктен ол қарақсатқан қылышты тастай салмайды. Білмеймін. Мына ерсіз бұл шымардың бастарында не бар екенін. Коджира. Көптеген жылдар бойы бұл ой басымнан кетпей жүр. Сонымен неге қылышқа жабысып қалдым? Қарғыс атқан қылыш! Мен шаршадым. Енді кигім келмейді. Неге? Неліктен мен Буши болып дүниеге келдім? Коджира, Кешім. кеттік. Мен саған бір құпияны айтайын. Есіңде болсын, Коджира. Олардың бәрі құбыжық. Мейірімді құдайлар емес. Ал оларға қарсы тұра алатын адамдар. Бұл Буши, балам. Буши. Дәл. Біздің ата-бабаларымыз сияқты адамдар. Кешір. Саған қаншалықты қиын екенін білемін. Менімен туыстық қарым-қатынастың Сіз арқасында. не айтып тұрсыз, Саке? Бірақ сенің білуің керек. Ересектер намыстарынан, онилерді жеңу әрекетінен бас тартқан кезде, тек Бушилар бүкіл адамзаттың бостандығы үшін аянбай күресуді жалғастырды. Бұл олардың өздері үшін таңдаған жолы. Коджира, сен ақмақта, бейбақта емессің. Сен намысшыл, ержүрек жауынгерлердің ұрпағынансың. Бұл туралы ешқашан ұмытпа. Мен есіме сақтаймын, әке. Қаншама жылдар бойы мен оны тастағым келді. Дәл қазір. Коджира, қылыш, жауынгердің мақтанышының көрінісі. Оны жоғалтып алма. Қылыш, бұл Бушидің мақтанышы ма? Егер мен оны қазір жіберсем, мен ететін нәрсені жоғалтып алам. Сондықтан жіберуге болмайды. 1, 2, 3, 4. Айтыңызшы, әке, неліктен мен серпіліс жасағанда жаныма соншалықты жеңіл болады? Жауап қарапайым. Себебі сенің тамырыңда Бушидің қаны ағып жатыр, балам. Сондықтан мен оны ешқашан жібермеймін. Құлағымды тарт. Қылышымды жібер.
Балақай, сен тірісің бе? Міне саған, қошынды жеп қойды. Ой, ештеңе етпейді. Жай қылыш қой, сенің өмірің әлде қайда қымбат. Коджера, қылыш, жауынгердің мақтанышының көрінісі. Оны жоғалтып алма. Қарғыс атқыр. Жек көремін. Сәлем, Коджера. Тағы да қылышпен жаттығайық. Қанша рет қайталау керек, сұраусыз кірме. Сенде жаттығу бойынша жолдасың пайда болды ма? Жоқ, ол жей ғана жынды. Балақай, сенің атың кім? Мұсаши! Қане? Ол сонда не істеп жатыр? О ішінде ме? Мүмкін емес. Өкінішті ақмақ, мейірімді кешінің асына араласпа. Асына дейсің бе? Бұл қош шын мәнінде Коджераға тиесілі. Оның сені сасық және лас ішінде жасайтын ештеңесі жоқ. Мейірімді кешін ауырсынудан айқылайды. Ішіңізді тесуге жол бермеңіз. Қорықпа, оған ешқашан күші жетпейді. Мұсаши. О, мейірімді, өзіңізді ұруға жол бермеңіз. Өтінем, ашуыңызды басыңыз. Қалай саған? Осы! Мұсаши! Мұсаши! Ақмақ, бұл сенің жазан Құдайға қарсы шыққан үшін. Міне ұста. Кездейсоқ түсіріп алдың. Рахмет. Бұл мен үшін көп нәрсені білдіреді. Иә, білемін. Оның қаншалықты саған маңызды екенін. Сондықтан енді жоғалтпа. Коджера, қылыш, жауынгердің мақтанышының көрінісі. Оны жоғалтып алма. Мен үшін қымбат нәрсе. Мен жоғалтқым келмейтін қылышы. Сен олардың бірде екенін білдің бе? Міне керемет. Қолым алған бойда бірден сындым. Қылыш бұл Бушидің мақтанышысы. Ал Бушидің міндеті ониларды өлтіру. Қайтадан өртеніп кеттің бе, Коджера? Иә, көкесін көрсетейік. Сенімен бірге ең мықты Буши жасағын құрайық. Иә, міндетті түрде. Ал бұл қызыл кишин
біздің бірінші үлкен жетістігіміз болады. 初手柄だな Е, қандай тамаша. Ақырында біз арман орындауына алғашқы қадам жасай аламыз. Бұл мен үшін арман болды деп айта алмаймын. Бірақ кім біледі, мүмкін мақтандық Буши қандай хайуан екенін білер. Назар аударыңдар, бізге қарай бекініс келе жатыр. Бұл Буши жасағы. Буши жасағы шабуылдауда. Буши жасағы? Бұл кімдер? Бұл? Немене? Олар бұл адамдарды Буши дейді. Біздің туған Хинамотаны зұлым құбыжықтар басып ал. Бірақ азаттық үшін шайқас жалғасуда ойын иелерді өлтіре алатын жалғыз олар. Бұл адамдар Буши болып табылады. Олар өз қылыштарымен ұшып бара жатыр. Бұл Бушилар ма? Жігіттер, балалар үшін мұнда орын жоқ. Қауіпсіз жерді тауып тығылыңдар. Біз бала емеспіз. Біз де сендер сияқты Бушимыз. Ал кишінің ішін тесіп жеңген. 倒したの Біз Коджирамен болдық. Ішін тесіп? Иә. Осылайша оны жеңдіңдер деп ойлап қалдыңдар ма? Сонда жоқ па? Кім болмаса ішін кесіп алсан да, ешкім бұдан өлмейді. Бірақ сен уайымдама, біз сен ауыстырып өзіміз құбыжықпен айналысамыз. Ал сен досымен бірге қауіпсіз жерді тауып тығыл. Барлық кеншілерді осы жерден алып кетіңдер. Жау өз күшін көрсетті. Біз шұғыл түрде жақсы орын іздеуіміз керек. Мусаши. Онде отпен шабылдай ала ма? Бушилар дұрыс айтқан еді. Егер кетпесек өлеміз. Мусаши! Неге тұрып қалдың? Тезірек кеттік. Шегіну бізге дұрыс болады. Ұмытып қалдың ба? Ол біздің бірінші олжамыз болу керек еді. Сен не айтып тұрсың? Әне қара, олар біздің жеңісімізді өздеріне алғысы келеді. Ебілесің ғой! Мен олжа үшін өлуге қарсы емеспін. Оны ешкімге бермеймін. Өзін ойлашы. Бұл біз үшін балалық арманымызды жүзеге асыру жолындағы алғашқы қадам болу керек еді. Сондықтан мен өмірімнің құны болса да, оның басын алғым келеді. Никамото Торы! Жолымнан құрыңдар! Неге сонша тырысып қалдың? Мен саған не деген мазан кенші мынау? Мүмкін бұл басқа жасақтан шыққан Буши шығар. Жоқ, ол Буши үшін тым бір түрлі қылышты ұстайды. Дегенмен онда анда-санда қандай да бір стильдегі қимылдар байқалады. Бір түрлі жігіт екен. Мұғара!
Капитанымыз қайтып келді. Біз оның өзеге қайда екенін білдік. Жауынды Сенгон тоқтататын кез келді. уақыт келді. Тағы не? Балаға шегін деп айттым емес пе? Капитан, сіз шабуға жиі шығасыз. Керегіне егіншілері кемінде өле берсін. Оларды осы жерден шығарудың қажеті жоқ. Мен қарсымын. Егер қала тұрғындары қайтыс болса, Кешенмен күресудің мәні неде? Бұл шывар адамдарды құбыжықтан құтқару керек. Бұл біздің міндетіміз. Дәл солай. Біздің танкті капитан ғылына отыры. Маған тек дұға ету керек. Сендердің қалармандарын сендерге қауіп түсірмеу үшін. Шамасы оның да өмірін қатерге тігуге деген бір нәрсесі бар. Шынымды айтсам, маған осындай ақнақтар тіпті ұнайды. Тарна қанаттарын, дайындандар. болады. 武田武士団かっこよかったな。名前も名乗らねえで人の手柄横取りしようとする奴らが。武田武士団武田直虎、真田青志、山本春雷名乗ったぜ。手柄奪っても文句ねえよな。そういう問題じゃねえ。